ағашы. Бір ғасыр болып қалған шығар. Ана жақтарда кесіп саламыз, бұдан үлкені бар еді. Бұлай 4 адам құшақтаса неме қылады. Мына мысалы мен бір өзім құшақтасам жетпеймін. 2 адам құшақтау керек. Или менің құшағым мысалы менікінен үлкен. Мынаны кіші. Алдын біз мынаған ойнайтын ек, мына жерге біреу сия қойып алып. Бір ғасырлық жаңғақ ағашы. Бұл биылдыққа білмеймін. Қартайды ма, гүлдемегендей сияқты. Солай. Бұның жаңғақтың жанында ұйықтап қалмау керек, шайтан түріп кетеді дейтін әңгімелер болатын. Бала кезде сол үшін ұйықтап қалмайтынымыз қорқытатын ғой енді. Сөйтсек, ол жаңғақта биологияда оқығандарыңыз болса, жаңғақта жаңағы жапырағынан бөлініп шығатын иіс болады. Арнайы тек жаңғақтарда бар. Ол жаңғақ адамның миын улайды. Сол себепті жаңғақ жынды болып қалады дейтін сол екен да. Адам миын улайтын запах болады екен. Ұзақ отырса жаңғақтымен. Солай. Одан бөлек, мынау жаңғақта йод бар. Жаңағы зобты емдейтін кісілер, мысалы біздің аталар бар, басқасы бар. Зобты емдейтіндер осы жаңғақтың көкпеңбек кезінде, болмаса жапырағынан емдік нәрселер дайындап, содан барып емдейді. Зобты ше, осы жаңғақ пайдасы сол. Одан бөлек жемісі жаңғақтың домалақ болады ғой. Мынау ескілер қалып қапты бұрынғылардан. Бұл жаңғақ миға пайдалы. Не үшін миға ұқсап тұр деген сияқты ғой. Ішін ашсаңыз миға ұқсайды. Жаңағы оны интернеттен көрсеңіздер де толықтыр қандай пайдасы бар дегендей. Бірақ бұны шамадан тыс көп те жемеу керек. Бұның ең жақсы пайдалы емге пайдаланатын варианты таңертең жеу. Әсіресе сүтпен қосып жеу. Солай.